Сәлем баршаңызға. Біз бүгін осындай сүзбелі шоколадты пирог дайындаймыз. Өте тез дайындалады, бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Бізге жұмыртқа, какао, сұйық май, ұн, қант қажет. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды миксердің көмегімен соғып аламыз. Ақ көпіршік болғанша. Одан кейін сұйық майымызды құйып, жайлап қана араластырамыз. Миксермен араластырудың қажеті жоқ. Енді оның үстіне ұнымызды, какаомызды және қопсытқышымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса шығу керек. Бұны табамызға құйып аламыз да. Одан кейін үстіне сүзбелі қоспамызды дайындаймыз. Ол үшін творог, жұмыртқа, қант, крахмал және ванильді қант қажет. Бұны блендермен араластырсаңыздар да болады, мен тек қасықтың көмегімен араластырдым. Енді дайын қоспамызды осылай шоколадты бисквитіміздің үстіне құйып шығамыз. Мінекей, бар болғаны осы, тез дайындалады. Осы қоспамызды 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді, қарапайым, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал енді сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, пышақтың да қажеті жоқ. Сіздермен болған Ақмарал.